Тұрғын жайға мұқтаждар есебіне қою нұсқаулығы. Баспанаға мұқтаждар өтініш беру үшін өркен.отбасыбанк.kz сайтына кіруі керек. Өтініш беруші сайтқа кіргеннен кейін өтініш беру түймесін басу керек. Одан кейін өтініш беруші авторизациялану үшін ЭЦқ сертификатын таңдау әрекетін орындау керек. Авторизацияландыру ЭЦФ кілтімен ғана мүмкін болады. Авторизацияланудан кейін өтініш беруші өз атынан өтініш беру немесе заңды өкіл ретінде өтініш беру нұсқаулығының біреуін таңдау керек. Келесі қадам санатты таңдау болып табылады. Өтініш беруші көрсетілген санаттардың ешқайсысына жатпайтын жағдайда анықталмаған тармағын таңдау керек. Сондай-ақ, жалғыз тұрғын жайы авариялық деп танылған жағдайда растайтын құжаттарды тіркеп жалғастыру түймесін басу қажет. Одан әрі өтініш беруші тұрғын үйге мұқтаж ретінде тіркелу туралы өтінішке қол қоюы және дербес деректер жинауға және өңдеуге келісім беру керек. Ол үшін «Иә, мен өтінішке таныстым» деп галочка қойып жалғастыру түймесін басасыздар. Қажетті құжаттарға қол қойғаннан кейін жіберу түймесін басу керек және өтініш берушіге дербес деректерін ұсыну үшін 1414-тен SMS жіберіледі. Сол SMS хабарламаға жауап беру керек. Содан кейін жүйе сұрауларды мемлекеттік дерекқорларға жібереді. Мемлекеттік деректер базасына тиісті жауаптарды алғаннан кейін өтініш берушінің отбасы мүшелері де дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімге қол қоюы керек. Келісімге қол қою үшін өтініш берушінің отбасы мүшелері өркен.отбасыбанк.kz сайтына ЭЦқ кілті арқылы кіруі керек. Одан кейін оларға өтініштер бөліміне өтіп, негізгі өтініш берушінің өтінішін таңдау керек. Жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімге ЭЦқ кілті арқылы қол қойылады. Және келісімге барлық отбасы мүшелері қол қойғаннан кейін олар бір уақытта 1414-тен SMS алады. Одан әрі мемлекеттік қорларынан деректерді алу үшін SMS-ке жауап беруі қажет. Негізгі өтініш беруші отбасы мүшелерінің ағымды мәртебесін бақылай алады. Егер мемлекеттік дерек қорларынан алынған мәліметтер тұрғын жайға мұқтаждар есебіне қою талаптарына сәйкес келсе, өтініш қарастырылуға жіберіледі. Өтініш беруші өзінің жеке кабинетіне өтінім мәртебесін бақылай алады. Тұрғын үйге мұқтаж ретінде сәтті тіркелгеннен кейін өтініш беруші жеке кабинет